Бұл тақырып қашан айтылса да артық етпейтін дүние. Сізбенен біз ішімдік ішуден аулақ боларымыз. Жалпы алған кезде біздің қоғамда осы індет бар ғой. Бұл індетке біз қалай жауап береміз? Жалпы ішімдік шариғатта нәжіс болып есептеледі. Нәжіс дегеніміз не? Адамның үлкен кіші дәреті секілді нәжіс болады. Ол тиіп кеткен жерге жуу керек болады міндетті түрде. Ол сіздің намазыңызға кедергі келтіреді. Киімге тисе киім жуылады, денеге тисе дене жуылу керек болады. Ал ішімдіктің азы да көбі де харам. Пайғамбар солай айтады. Сіз мас болып ішіңіз, бір жұтым ішіңіз, айырмашылық жоқ. Күнәсі бірдей. Ішімдікті шайтанның лас істерінен бірі деп тұр Алла Тағала. Құмар ойменен ішімдік қатар қойылып, үлкен күнәлардың қатарында. Сондықтан да ішімдік бүкіл жамандық атаулының анасы дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жасалған қылмыстың басым көпшілігі ішімдікпен жасалады. Аварияның басым көпшілігі ішімдікпен жасалады. Зинаның басым көпшілігі ішімдікпен жасалады. Айта берсек көп бұндай оқиға. Валлахи иман мен араққа мас болу бір адамның кеудесінде тұрмайды дейді. Я сенің кеудеңде иман тұрады, немесе ішімдік тұрады дейді. Екеуі бірге тұрмайды дейді. Екеуі болған кезде бірін-бірін ығыстырып шығаруға тырысады дейді. Расында ғой, намаз оқысаң ішімдікті тастайсың. Ал ішімдікке әуес болсаң, бүкіл нәрседе иманнан айырыласың. Бүкіл нәрседе сен жұрдай боласың. Себебі екеуі бірге тұрмайды. Сен әрі намаз оқып жүріп, әрі арақ іше алмайсың. Екеуі бірге тұрмайды. Екеуі біреуін таңдайсың. Айналамыздағы ағайын туыс жора жолдасымызға да ескерту біздің міндетіміз. Алла Тағала айтып отыр ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жайында. Елшіміздің бар міндеті анық жеткізу ғана дейді. Біздің де міндетіміз сол ағайын туысқа жеткізу. Жүрекке иманды беретін Алла ғой. Біз ешкімді зорлап тоқтата алмаймыз, бірақ Алладан тілейміз. Жағасынан жармасып қол жұмсау емес. Біздің міндет айтып жеткізу. Артынан Аллаға дұға етейік. Бәлкім Алла Тағала ол ішімдікке салынған бауырымызға да өзінің хидаятын берер иншалла.